қалай болғанын де қоғам шайқалып толқып тұрды. Ортақ мемлекет болып қалуға тырысушылық болды, бірақ оны алып қалу мүмкін емес. Тарихтың таңдауы емес, бұл республикалардың таңдауы. Отныне наша Родина называется Республикой Казахстан. 4 миллионға жуық адамдар жұмыссыздыққа бірден ұшырады. Экономиканың жағдайы өте мүшкіл болады. Сол кезде мен есімде жаным шүберекке түйіп жүрді. Оңай болған жоқ. Біз белді будық, тәуекелдедік, енді алға қарай жүрейік. Халықтың сенімі өте жоғары биік болды. Бұған дейінгі арлы-берлі тарихымызда сайлау құқы бар барлық халық тікелей дауыс беруі мемлекет басшысына бұл болмаған еді. Бұл елде достық сақталды, бұл елде келісім сақталды. Біз әлемге ашылдық. Ақпараттық, дүниежүзілік кеңістіктің бір мүшесі боламыз деп соған ұмтылдық. Тәуелсіздік жолында талай хандарымыз, талай даналарымыз өзінің басын тікті бәйгеге. Бірақ олардың ешқайсысы жете алмады. Біз жеттік. Тәуелсіздік жолындағы әр қадам, әр күн үлкен тарих.